Адамға ең қиыны түбінде жеңетініне сену. Өзіңді өзің алдаудан асқан қиындық жоқ. Қасірет пен қиындықтың ортақ бір мінезі бар. Екеуі де оған мойынсұнған адамын ерттеп мініп алады. Қиындықты сабырмен жеңе алмау кісіні шыдамсыз етіп жібереді. Ол сізді мазаламайынша ешқашан қиындықты мазаламаңыз. Бауыр, ең алдымен қиындықта қажет. Әлемде көптеген қиындықтар бар, бірақ зұлым әйел олардың ішіндегі ең үлкені. Қиындықтар бір-бірден жүрмейді. Нағыз дұшпаның басыңа қиындық келгенде тиіседі. Қуанышта мөлшерді біл, қиындықта сеніміңді жоғалтпа. Біреуге қиындық туғызбаңыз, әйтпесе болашақта қолдауды жоғалтуыңыз мүмкін. Өмірде кездесетін әр қиындықтың бір қуанышы болатынын ұмытпаған жөн. Өмір маған ең маңызды сабағын берді. Сізді қиын жағдайда жалғыз қалдырған адамды кешіруге болмайды. Ол сізді тағы да алдауға дайын. Біздің ең үлкен кемшілігіміз қиындыққа тез берілеміз. Сәттілік келгенде ең дұрыс жол тағы да бір рет қадам жасап көру. Проблемалар сені депрессияға емес, әрекет етуге итермелеуі керек. Қиындықты сен жеңбесең, қиындық сені жеңеді. Кімнің ісі жүріп тұрса, достары мың, қиналысқа түссе, айналасы шөл. Біздің өміріміздегі барлық қиындықтар, күнәлар мен қателіктер не үшін болады? Өйткені біз оларды надандық пен білместіктің салдарынан өз еркімізбен сұрап не тілеп аламыз. Ешкім күнәға әдейі бармайды. Ол тек шарасыздық пен ішкі күйзелістен. Кейде мұны түсіну өте қиын болуы мүмкін, бірақ бұл рас. Қазіргі қоғам әрекетсіз әрекет жасауды жақсы көреді. Бұндай амалдың жаулары да бар. Ал негізінен сіз әрекетсіз де әрекет жасауға болатынын білесіз бе? Сіз бірінші қалаған өміріңізді, миыңызды қалыптастырасыз. Сосын ол өмір шындығына айналады. Ал көптеген адамдар керісінше жасайды. Олар бірінші әрекет етеді, немесе қалағанына қол жеткізеді. Бірақ артынан қателіктерге, қиындықтарға ұрынып, өкініп қалады. Неге? Себебі о баста олардың миы дұрыс таңдау жасап, шешім қабылдаған жоқ. Ал оған кінәлі адамның қате, бұрыс, жалған сенімі мен түсінігі, өмірлік ұстанымы. Еңбек етіп табысқа жету қиындығын көрмеген адамда қайыр жоқ. Адамдар жалқаулықпен өздеріне қамқорлық жасауды ұмытып кеткен кезде қиындықтар туындайды. Қиындық көрмей байлық келмейді. Егер айналасын ақымақтар жайламаса, ақылды адам көптеген қиындықтарға душар болар еді. Біздің ең үлкен кемшілігіміз қиындыққа тез берілеміз. Сәттілікке деген ең дұрыс жол тағы да бір рет қадам жасап көру. Талап пендеден, қолдау тәңірден. Жаманға айтқан ақылың, далаға атқан оқпен тең. Талабы жоқ жас ұлың, жалыны жоқ шоқпен тең. Әуелі бойыңа талант болсын, талантыңа талабың қанат болсын. Тауды биік демеңдер, талаптансаң шығарсың.
жауды мықты демеңдер, жаратқансаң жығарсын. Қуаныш жоқ, қайғы жоқ, қас наданның белгісі, тәуекел жоқ, талап жоқ, оңбай толын ескісі. Жан қиналмай жұмыс бітпес, талап қылмай мұратқа жетпес. Өте өкінішті, өмір сондай қысқа, жіберген қателігімізді түзетіп үлгермейміз. Адам өмірі дөңгелекті арба секілді, қатты жүріп бара жатқан арбаның сені қай бұрылыстан түсіріп кетері белгісіз. Өмірдің қысқалығы сонша, ол туралы ойланып та үлгермейсің. Өмір бұл қазір, ол кеше немесе ертең емес. Бұл әлемде неше түрлі тағдыр бар, сенің тағдырың жалғыз, оны бүлдіріп алма. Өмірге наразылық танытқанша, мәнді өмір сүруге ұмтылыңыз. Біздер өлгендерді жоқтап емес, өмірге жаңа келген нәрестелерге жылайық, себебі оны өмірдің түрлі тауқыметі күтіп тұр. Бұл өмірде жалғыз бақыт, тоқтаусыз алға қарай талпыну. Егер өміріңізде қиындық орын алса, оның себебін өзіңізге түсіндіріңіз, сонда жүрегіңіз тынышталады. Өмір жылау, күрсіну және күлкіден тұрады, алайда күрсіну басымырақ. Біз көне өмірге сүйсінеміз, бірақ қазіргі заманмен өмір сүреміз. Өмір сізге езу тартуы үшін, оған бастапқыда өзіңіз жақсы көңіл күй сыйлаңыз. Өмір қас қағым сәт, кірпік қағумен тең. Қоғамды өзгерту оңай, өзіңді өзгерту қиын. Өмір болғасын, ақ пен қараның, қуаныш пен қайғының қатар жүруі заңдылық болып есептеледі. Ешқашан сараң болмаңыз, екінші мүмкіндік беріңіз, бірақ ешқашан үшінші рет мүмкіндік беретін ақымақ болмаңыз. Бір қателікті екі рет қайталауға болмайды. Екінші рет қателік болып есептелмейді. Ол таңдау. Егер қатты және тәтті ұйықтағыңыз келсе, өзіңізбен бірге төсекке таза арыңызды алып жатыңыз. Өмірлік сұрақтарға келгенде, ер адам берік, қатты болғанымен, өзінің әйеліне жұмсақ болуы керек. Сөз кілт секілді, ретін тауып кез келген жүректің құлпын ашуға және кез келген ауызды жабуға болады. Егер өмірде әрдайым күлімдеп жүрсеңіз, өмірде сізге күліп қарайтын болады. Сіз биікке көтеріліп келе жатқанда көптеген адамдарды кездестіресіз, бірақ оларды ренжітпеңіз. Өйткені төмен құлап келе жатқанда да оларды кездестіруіңіз ғажап емес. Дұрыс жолға түсу үшін алдымен адасып көру керек. Алма ағашын шайқаудың қажеті жоқ, ол піскеннен кейін өзі-ақ түседі. Өмірде де бәрі осы секілді өз орнымен, өз уақытымен болады. Басыңызға түскен барлық ауыртпашылықтардың салдарынан шыдай алмай кететін кездерде болады. Бірақ ешқашан шегінбеңіз, берілмеңіз. Өйткені дәл осы кезде тағдырыңыз күрт өзгеріп кетуі мүмкін. Ашы шындықты айту үшін ғана асқан батылдық керек. Қолдағы барыңызды бағалай білуіңіз керек. Әйтпесе ертең одан да айырылатын күн туады. Бәрі де мүмкін, ал мүмкін емес болып көрінетін нәрселерге тек көбірек уақыт керек.
Ең бастысы өзіңізге өзіңіз өтірік айтпаңыз. Ең үлкен қиындық күту. Адамдарға әрдайым ақыл кеңес керек емес, кейде көмек көрсететін қол мен барлығын түсінетін жүрек керек. Бүгін уақытыңыз жоқ, ертең күшіңіз қалмайды, ал арғы күні өзіңіз болмайсыз. Сондықтан еш нәрсені кейінге қалдырмаңыз. Адамдар не ойласа, оны ойласын. Ең бастысы сіз өз жолыңызбен жүріңіз. Жауапкершілік пен шынайылық ең қымбат қасиет. Оны арзан адамдардан күтудің қажеті жоқ. Шындықты бетке айтатын адамдар ғана зор құрметке лайық. Каналыма тіркеліп қолдау білдіріңіз. Сіздің қолдауыңыз мені шабыттандырады. Нақыл сөздермен өз жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Комментарийға өз пікіріңізді қалдырып өтсеңіз қуанып қаламын.